Сәлем достар, қалайсыздар? Біз бүгін осы аптаның аяғында болатын UFC Mexico City, яғни UFC Мексикада болатын Fight Night'қа тоқталатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. UFC Mexico City Fight Night'тың басты main event'і аса жеңіл салмақтағы нөмірі 1-ші үміткер Брэндон Морено мен нөмірі 3-ші үміткер америкалық Брэндон Ройвал арасында өтеді. Co-main event rematch, яғни қайтадан кездесетін жартылай жеңіл салмақтағы номер 2-ші Яир Родригес пен американдық номер 4-ші Брайан Ортега арасында өтеді. Біз бүгін бас аяғы 4 жекпе-жекке тоқталатын боламыз. Олардың ең алғашқысы Рауль Росас пен Рики Турсиос арасында өтетін жекпе-жек. Бұл жауынгерлердің әрқайсысына тоқталатын болсақ, Рауль Росас ол қазіргі жеңіл салмақтағы хайпта жүрген жауынгерлердің біреуі. Бұл салмақ дәрежесі, яғни Бекзат Алмахан бауырымыз қатысатын салмақ дәрежесі болып табылады. Рауль Росас бас аяғы карьерасында 9 жекпе-жек өткізіп, соның 8-інде жеңіске жетіп, біреуінде ғана жеңілген болатын. Және де ол 2 жекпе-жегін нокаутпен аяқтаса, 5 жекпе-жегін сабмишнмен аяқтаған. Және де 6 жекпе-жегінде қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Ал оның қарсыласы Рики Турсиосқа тоқталатын болсақ, бұл жауынгер бас аяғы карьерасында 16 жекпе-жек өткізіп, оның 13-інде жеңіске жетіп, 3-еуінде жеңіліс тапқан. 3 жекпе-жегін нокаутпен аяқтаса, 1 жекпе-жегін сабмишнмен аяқтаған болып тұр. Біздің келесі жекпе-жегіміз ол жеңіл салмақта, яғни 70 кг салмақта өтетін Даниэль Зельхубер мен Франциско Прадо арасында өтетін жекпе-жек, яғни Мексиканың өкілі Аргентинаның өкіліне қарсы шығады. Даниэль Зельхубердің рекордына тоқталатын болсақ, ол бас аяғы карьерасында 15 жекпе-жек өткізіп, оның 14-інде жеңіске жетіп, 1-еуінде жеңіліс тапқан. 7 жекпе-жегін нокаутпен аяқтаса, 3 жекпе-жегін сабмишнмен аяқтаған. Және де 5 жекпе-жегінде қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Ал Франциско Прадоның рекордына тоқталатын болсақ, ол бас аяғы карьерасында 13 жекпе-жек өткізіп, оның 12-сінде жеңіске жетіп, 1-еуінде жеңіліс тапқан. Және де 6 қарсыласын нокаутпен жеңсе, 6 қарсыласын сабмишнмен жеңген. Және де 9 жекпе-жегінде қарсыластарын бірінші раундта аяқтап шыққан. Одан кейінгі біздегі кездесу ол Co-main event, яғни Яир Родригес пен Брайан Ортега, олар жартылай жеңіл салмақта сынға түседі. Яир Родригес ол бұрынғы уақытша чемпион болса, ал Брайан Ортега бұрынғы белбеуге үміткер болған жауынгерлер. Екеуі де Александр Волкановскиймен жекпе-жекке шыққан, және де екеуі де Александр Волкановскийден жеңілген. Яир Родригестің рекордына тоқталатын болсақ, ол карьерасында бас аяғы 20 жекпе-жек өткізіп, оның 16-сында жеңіске жетіп, 4-еуінде жеңіліс тапқан. 6 кездесуін нокаутпен аяқтаса, 4 кездесуін сабмишнмен аяқтаған. Және де 5 қарсыласын бірінші раундта жеңіп шыққан. Ал Брайан Ортега, яғни ол ұлты мексикандық болғанымен, ол Америкада туылып өскен. Брайан Ортеганың рекордына тоқталатын болсақ, бас аяғы карьерасында 18 жекпе-жек өткізіп, оның 15-інде жеңіске жетіп, 3-еуінде жеңіліс тапқан. 3 жекпе-жегін нокаутпен аяқтаса, 7 жекпе-жегін сабмишнмен аяқтаған. Және де 4 қарсыласын бірінші раундта жеңіп шыққан. Одан кейінгі кездесу біздегі басты main event, яғни бұрынғы чемпион, бұрынғы 2 мәрте чемпион болған аса жеңіл салмақтағы Брэндон Морено мен оның қарсыласы бұрынғы белбеуге үміткер болған, жақында ғана өткен жылы шілде айында Александр Пантожамен жекпе-жекке шыққан американдық Брэндон Ройвал арасында өтеді. Яғни бұл қарсыластар бір-бірімен екінші рет кездесейін деп отыр. Бірінші жекпе-жекте әрине бізге белгілі Брэндон Морено жеңіп шыққан болатын. Striking from Royval. Good job by Moreno turning that position around. Beautiful hammer fist. Oh man! He started squinting. Yeah, Royval might be hurt. So Moreno with some vicious hammer fist. That's it. Oh my goodness! Yeah, something's wrong with Royval. Oh wow! Look at his arm. Брэндон Морено кім деген жалпы сұрақ болса, мүмкін TikTok'та, мүмкін Instagram'да көріп жүрген боларсыздар. Maybe not today, maybe not tomorrow, but one day I would be champion деген фразалар осы Брэндон Мореноның аузынан шыққан болатын. Maybe not today,
maybe not tomorrow and maybe not the next month. But only one thing is true. I will be champion one day. I promise. I promise. Бұл жауынгерлердің әрқайсының статистикасына тоқталатын болсақ, Брэндон Морено карьерасында жалпы 30 жекпе-жек өткізген. Оның 21-інде жеңіске жетіп, 7-інде жеңіліс тауып, 2-інде тең түскен. Және де 5 қарсыласын нокаутпен жеңсе, 11 қарсыласын сабмишнмен жеңген. Және де 8 жекпе-жегінде қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Брэндон Морено ол өте көруге тұрарлық жауынгерлердің біреуі. Ол әрқашанда американдықтардың тілімен айтқанда excited, яғни өте қуантарлық жекпе-жектер алып келеді. Оның әрбір жекпе-жегі қан жосаға толы, яғни әрбір жекпе-жегінде ол джиу-джитсу, күрес, болмаса тік тұрып соғысудың айла тәсілдерін осы жекпе-жек барысында көрсетеді.